Қайырлы күн, болашақ архитекторлар мен дизайнерлар. Бүгін сіздермен бірге сызықтың түрлерімен танысатын боламыз. Егер сіздер сызықтарды ажырата білмейтін болсаңыздар, және оның түрлерімен таныс емес болсаңыздар, онда емтиханды сізге тапсыру өте қиынға соғады. Және былай қараған кезде сызықтар айырмашылығы жоқ сияқты болғанымен де, бірақ сол қателіктеріңіз үшін біраз балдарыңызды кемітуі мүмкін. Және де сызықтың қалыңдықтары және түрлері ГОСТ стандарт бойынша белгіленеді. Яғни әлемде қаншама тіл болатын болса, сызба дегеннің өзі сызу. Ол өзге бір тіл болып есептелінеді. Яғни сіз қазақстандық қазақ бола тұра, мысалы ретінде шетелдік біреуге сызбаны көрсететін болсаңыз, ол сіздің сызбаңызға қарап, яғни сіз не қалап жатқанын және сіздің проектіңіз қандай екенін түсіне қояды. Сол себепті сіздер стандарт бойынша сызықтың түрлерін және қалыңдықтарын білулеріңіз тиіс. Ал енді сызбаның сызықтарына келейік. Сызықтың қалыңдығын S деп белгілейді. Ол миллиметрден кіші өлшем бірлік. Тұтас жуан негізгі сызық. Біріншісі, яғни тұтас жуан негізгі сызықпен біз сызбаны, детальды, планировканы және сызбаны шектейтін сызықтар және құжаттамаларды сызамыз. Оның қалыңдығы S 0,5 мм-ден S 1,4 мм-ге дейін қалыңдықта болады. Ең жуан сызық осы тұтас жуан негізгі сызық болып есептелінеді. Келесі сызық бізде тұтас жіңішке сызық. Онымен біз шығару сызығын және өлшем сызықтарын штриховканы сызамыз, және де басқа сызық түрлері, яғни жуан сызықтан бөлек. Оның қалыңдығы S 3,1, S 3,2 S-пен белгіленеді. Жуандығы сондай. Келесі сызық бізде штрих сызықтары. Оның қалыңдығы 3,1, 3,2 S қалыңдықта болады. Штрих сызықтары, яғни үзік сызық. Онымен біз көрінбейтін сызықтармен, ойық сызықтар және көрінбейтін бұрыштарды сызамыз. Сызықтың өзі 2 мм-ден 8 мм-ге дейін, оның сызықтардың арасы 1 мм-ден 2 мм-ге дейін болады. Ал енді сызықты өздеріңіз сызатын болсаңыздар, яғни 2 мм-ден 8 мм-ге дейін кез келген өлшемді аласыз. Мысалы 5 мм алатын болсаңыз, бүкіл сызықтарды 5 деп алғаныңыз жөн болады. Және де сызықтардың арасын 2 мм немесе 1 мм алатын болсаңыз, сонда бір өлшемді ұстанғаныңыз дұрыс болады. Және эстетикалық. Келесі сызықтың түрі штрих пунктирлі, яғни үзік нүктелі сызық. Үзік нүктелі сызық сызбадағы симметриялы немесе осьтік сызықтарды көрсетеміз. Сызықтың өзіне келетін болсақ, 5 мм-ден 30 мм-ге дейінгі ұзындықта сыза аласыз. Және сызықтың арасында нүкте болуы тиіс. Сызықтың арасы 3 мм-ден 5 мм-ге дейін болуы тиіс. Сызықтың қалыңдығы 1-ден 3 немесе 1-ден 2 S қалыңдықта болады. Яғни тұтас жуан негізгі сызықтан жіңішкерек болуы тиіс. Сызық бізде үзік сызық. Үзік сызықтың жуандығы 1-де 2 S болатын болса, оның ұзындығы 8 мм-ден 20 мм-ге дейін барады. Бұл үзік сызық тілікте, қимада қиюшы жазықтықтың өтетін орнын көрсетеді. Сіздерге сызықтың түрлері түсінікті болса, сонымен сіздермен қоштасамыз. Келесі сабақта кездескенше.